Қаншама жігіттер бар, ауылдан қашады. Тепсе темір үзетін жігіттер бар, 70 мың теңгеге охранада істеп жүр. Сызылып, қыз сияқты майысып, официант болып істеп жүр. Негізінде малмен айналса ауылға барып. Қаншама жер бос жатыр. Қаншама жер игерілмей жатыр. Өз қанымызға берілген кәсіп қой. Мал бағу, егін егу біздің ата-бабамызға берілген. Кез келген қазақ айналса береке табады одан. Өйткені пайғамбарымыз не дейді? Алла тағала әркімге кәсіп береді дейді. Ол кәсіпті тастамаңдар дейді. Қазаққа не берді Алла тағала? Қазаққа Алла тағала 4 түлікті берді, кең байтақ жерді егін ексін деп берді. Кез келгеніміз айналыссақ, шыдасақ, соның тауқыметіне береке болады. Біз анау шай егіп, кофе егіп қатырмаймыз біз. Алла тағала ол кәсіпті бізге бермеген. Онан индиялықтарға, колумбиялықтарға беріп қойған Алла тағала. Сол үшін қаншама жеріміз бар, бос жатыр. Сол жерге егін ексе, сол жерге мал бақса,